Саламатсыздар, құрметті көрермендер. Бүгін біз сіздермен бұйрықты сөйлеумен өтеміз. Жалпы біреуге бұйрық айтқан кезде қалай жалпы ағылшын тілінде сөйлем құрастырылады, сол жөнінде өтетін боламыз, және де біреуге ұсыныс жасағанда қалай сөйлем құрастырамыз. Ендеше, біріншіден бұйрық берген жағдайда бізде тек қана сөйлем етістіктен басталады, яғни ол жерге ешқандай сіз немесе сен, you, I, we, he, she деген сияқты есімдіктер қойылмайды, тек қана бұйрықпен басталады. Мысал алатын болса, ең қарапайым есікті жап. Close the door. Close the door, есікті жап. Мен бұл жерде сен, мысалы you немесе he деген ешқандай есімді қолданып тұрған жоқпын. Жай ғана етістіктен басталып тұр. Есікті жап. Яғни бұл бұйрық ретінде қолданылып тұр. Немесе телевизорды өшір. Turn off the TV. Телевизорды өшір. Яғни бұйрық болып тұр. Келесі абайла. Watch out. So, where is it? Абайла, watch out. Яғни бұлардың барлығы бұйрық ретінде қолданылып тұр. Немесе мені тыңда. Listen to me. Яғни бұл да бұйрық болып тұр. Мені тыңда. Listen to me. Көріп тұрсыздар ғой. Енді егер де біз сыпайы түрде айтқымыз келетін болса, онда біз can модальды етістігін қолданамыз. Мысалы айтасыз, есікті жауып жібересің бе, өтінемін. Can you close the door, please? Can you close the door, please? Есікті жауып жібересің бе, өтінемін. Бұл бізде сыпайы түрде айтылып тұр. Немесе телевизорды өшіріп жібересің бе, өтінемін. Can you turn off the TV, please? Please. Яғни бұл сыпайы түрде. Бұйрық ретінде біз жай close the door, turn off the TV, or watch out, or listen to me. Ал егер сыпайы түрде айтқымыз келетін болса, біз can және please арқылы сөйлемді сыпайыға айналдыруымызға болады. Яғни can you close the door, please? Or can you turn off the TV, please? Бұл бізде болымды, сіздерге барлығы түсінікті болды деп ойлаймын. Келесі мынандай сұрақ қойсақ. Келесі ары қарай сіздермен жалғастырамыз, ол бізде болымсыз. Жалпы болымсыз ол қалай жасалады? Болымсыз біз осы қолданылған етістіктердің алдына don't көмекші етістігін қою арқылы жасаймыз. Яғни, мысалы, есікті жаппа. Мен айтамын, Don't close the door. Есікті жаппа. Яғни бұйрық болып тұр. Есікті жаппа. Don't close the door. Немесе телевизорды өшірме. Don't turn off the TV. Яғни телевизорды өшірме. Немесе тағы да бір мысал, далаға шықпа. Don't go outside. Don't go outside. Далаға шықпа. Яғни бұл бізде болымсыз сөйлем. Яғни түсінікті болды деп ойлаймын. Яғни болымсыз сөйлем жасаған кезде біз етістіктің алдына мына жерде тұрғандай don't көмекші етістігін қоямыз. Яғни мені don't көмекші етсін. Don't close the door. Don't turn on the TV. Don't go outside. Немесе көрме. Don't watch. Don't watch, мысалы, көрме. Түсініңіздер ғой. Жалпы осылай жасалады. Бұл бізде бұйрықты. Енді қазір мен сіздерге let's, яғни ұсыныс жасаған кезде қолданылатын тағы да бір жолын көрсетейін. Ол бізде let's. Жалпы let's дегеніміз ол let us деген сөз, яғни бізге бір нәрсені істеуге рұқсат бер, яғни екеуміз бір нәрсені бірге істейік деген мағынада. Яғни біз оны қысқартып жазамыз let's. Let us, let's қысқаша. Let's қайда жазылады? Let's ол бізде негізгі етістіктің алдына жазылады. Мысалы, паркке барайық. Мен айтам, let's go to the park. Let's go to the park. Паркке барайық. Мысалы, себебі дала күн шуақ деп қояйық.
It's sunny. It's sunny. Келесі, кафеге тоқтайық. Себебі біздің қарнымыз ашты. Let's stop at a cafe. Let's stop at a cafe. Біздің қарнымыз ашты. We are hungry. We are hungry. Let's stop at the cafe. We are hungry. Тағы да бір мысал. Мысалы, телевизор көрейік. Let's watch TV. Let's watch TV. Телевизор көрейік. Жалпы бұл бізде біреуге бір нәрсе істегенге ұсыныс жасаған жағдайда қолданасыздар, және ол негізгі етістіктің алдында тұрады. Мына жерде байқап тұрғандарыңыздай let's go-дың алдында тұр, let's stop-тың алдында тұр, let's watch, яғни негізгі етістіктің алдына жазылады. Енді болымсызға айналдырғанда, яғни бір нәрсені істемей қояйық. Болымсызға айналдырған кезде let's not деп жасалынады. Let's not, және оған етістік жалғанады verb. Let's not plus verb. Яғни бұл формуласы жаттап алыңыздар. Мысалы айтайық, тура осы сөйлемді айналдырайық, паркке бармай-ақ қояйық, дала суық. Let's not go to the park. Let's not go to the park. Себебі дала қандай дедім мен жаңа? Дала суық дедім. It's cold. It's cold. It's cold. Let's not go to the park. It's cold. Яғни паркке бармай-ақ қояйық, дала суық. Немесе кафеге тоқтамай-ақ қояйық, біздің қарнымыз аш емес. Let's not stop at a cafe. Біздің қарнымыз аш емес. We aren't hungry. We aren't hungry. Келесі, мысалы, телевизор көрмей-ақ қояйық, мен шаршап тұрмын. Let's not телевизор көрмей-ақ қояйық. Let's not watch TV. Себебі мен шаршадым. I'm tired. Болды. Жалпы бұйрықты сөйлем және де let's пен ұсыныс жасағанда сөйлем бізде осылай құрастырылады. Сіздерге барлығы түсінікті болды деп ойлаймын. Егер сұрақтарыңыз болып жатса, комментарийға қалдырып кетсеңіздер болады. Және де лайк басып, видеоны жібермей көріп отыруларыңызды сұраймын. Келесі кездескенше сау болыңыздар.